Сәлеметсіздер ме, құрметті әділғазылар. Мен Файзулла Камишат, номер 53 мектеп гимназиясының 8-ші Б сынып оқушысымын. Менің отаныма менің бастамам атты байқауының жақсылық керуені номинациясына дайындаған жобамды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында қоғамға қызмет волонтері жобасының әлеуметтік жобалары іске асырылып, еріктілер топтары құрылып жұмыс жасауда. Сондай-ақ біздің мектебімізде де мың мейірімді іс атты еріктілер тобы жұмыс жасауда. Мен де осы топтың мүшесімін. Біздің мақсатымыз оқушылар бойында отаншылдық сезімін қалыптастыру, ізгілікті, адамгершілікті және руханилықты дамыту, балалар мен жастардың назарын өзекті әлеуметтік мәселелерге аудару, оқушылардың қоғамдық игі бастамаларын қолдау және ынталандыру. Біз жақсылық жасауды өзіміздің мектеп ауласынан бастауды жөн шештік. Себебі мектебіміздің қасындағы автомагистральдің өтуіне байланысты ауаның ластануы, қоқыстардың көбеюі және адам денсаулығына кері әсерін тигізуі жоғарыланды. Сондықтан да біз ең алдымен мектеп ауласын көгалдандырдық. Келесі біздің аялдамамыз қуанышты бір-бірімізге сыйлайық деп аталады. Біздің мектебіміздің жанындағы интеллектуалды дамуының мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған номер 6-шы түзету мектеп-интернатының оқушылармен тығыз байланыс жасай отырып, олармен достықты және ынтымақтастықты нығайта отырып, интернат ауласына гүл-еккен болатынбыз. Бұл арқылы біз олардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырдық және оларға түрлі концерттік бағдарламамен барып, қоғамға әлеуметтенуіне ықпал жасадық. Келесі біздің жақсылық керуеніміздің аялдамасы ата-аналардан сауалнама алу болды. Бұл сауалнамада мектеп айналасын лас болып жатқан байқайсыз ба? Және ол қай жер деген сұрақтарға 50% ата-ана өзен жағасының лас және қоқысқа толы екендігін жеткізді. Бұл жауапқа біз де келісеміз, себебі тәртіп мекемесі тек тұрғын үйлердің қоқыстарын ғана алады, ал тұрғындар өзен жағасында ластағандықтан біз осы істі қолға алып, өзен жағасын тазалаған болатынбыз. Біздің мұндағы мақсатымыз табиғатты аялау, қорғау, көркейту және өскелең ұрпақты қоршаған ортаны қорғауға баулу. Келесі біздің аялдамамыз эпотерапия деп аталады. Қазіргі таңда балалар арасында церебральды сал ауруы кең таралып кетті. Мұндай балалар жылына 3-4 рет ем қабылдап отыруы тиіс. Сондықтан да біз Медеу ауданына қатысты Бақытты отбасы қорының ұйымдастыруымен бірлесіп, эпотерапия емін қабылдау үшін балаларды ипподромға апарып, біздің еріктілер тобындағы атқа отыратын балалармен бірлесіп, атқа серуендеу жаттығуын өткізді. Келесі біздің жақсылық жасау аялдамамыз біз сіздердің жандарыңыздамыз деп аталады. Республикалық ортопедия протездік орталығында ем қабылдап жүрген жандарға қуаныш сыйлай отырып, ол кісілерге тірек болу арқасында біз осындай қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып отырамыз. Келесі біздің жақсылық жасау аялдамамыз ардагерлерімізді ардақтаймыз деп аталады. Бүгінгі таңда Медеу ауданында Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен еңбек майданының қатысушылары бар. Суретте көріп отырғандарыңыздай біз ардагерлеріміздің үйіне барып, ол кісілерге түрлі азық-түліктер мен сыйлықтар апарып береміз. Және мейрам күндері өзіміздің мектебімізге де шақырып, концерттік бағдарлама көрсетіп, асханамыздан дәм татқызамыз. Бүгінгі таңда осы ардагерлерімізге өз алғысын білдіре алатын біз ең соңғы буынбыз. Сондықтан да ардагерлерімізге барынша көмек көрсетіп, ол кісілерді барынша қолдауымыз қажет. Келесі біздің аялдамамыз қиындықтан бірге шығамыз деп аталады. Біз салауатты өмір салтын насихаттай отырып, мектебіміздегі тәуекел тобына жататын, яғни мінез-құлқы нашар, спортқа деген, оқуға деген ынтасы жоқ балаларды түрлі ұлттық ойындар мен спорттық ойындарға, яғни тоғызқұмалақ, арқан тартыс, теннис, футбол және баскетбол сияқты түрлі ойындардан жарыстар ұйымдастырып, оларды қатыстырамыз. Бұл арқылы біз олардың спортқа деген құлшынысын арттырамыз және спортта жеңіске жеткен бала оқуға да жеңіске жетеді. Келесі біздің аялдамамыз апаттардың алдын алу деп аталады. Біз мектеп оқушыларына мұғалімдерден бөлек апаттардың алдын алу іс-шараларын жүргіземіз. Біздің мектеп оқушыларының басым көпшілігі Кеңсай саябағында тұрғандықтан, біз оларға өрт кезіндегі, қар көшкіні кезіндегі, су тасқыны кезіндегі және басқа да табиғат апаттары кезіндегі ережелерді түсіндіріп, олардың естеріне салып отырамыз. Біз қоғамдық бірлестіктермен тығыз байланыс жасай отырып, адамгершілік құндылығы жоғары, қайырымды, толерантты, өз елінің болашағына адамзаттық үлесін қоса алатын патриот қалыптасады. Оқушыларымыз өз орнын сезіп, қоғамдық қызметке бейімделеді деп біз сенеміз. Енді өзімнің жобамды жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе, қайырының қайыры, қайтар сөзсіз еліңе деп аяқтағым келіп отыр. Назарларыңызға рахмет.